Балам, мынау қандай түс? Азан кастырмайды ғой. Мынау қандай түс? Балам, мынау қандай түс? Сары. Сары. Мынау қандай түс? Жасыл. Қызыл ма не? Қандай түс? Үйреттім ғой саған. Жасыл. Жасыл. Мынау қандай түс? Мынау? Кейін. Қандай түс? Крестин. Айттың ғой бағана ғана. А, ақ. Аку. Так. Қызыл түсіміз қайда кетті? Қандай түс? Қызыл. Қызыл ма? Субиш берем. Субиш. Так, мынау қандай түс? Топтыңек. Дөңгелек қандай түс? Тасумен. Жасыл. Мына үшбұрыш қандай түсті? Аспыз. Қандай түсті? Айтшы. Мынандай дөңгелек мынандай ғой. Дөңгелек па не? Мынау қанша бұрыш мына жерде? Саламыз. Мынау қандай түсті? Мына жағы қандай? Саламыз. Жарайды, саламыз. Қандай түсті мынау? Айтшы, қандай түсті? Саламыз. Қандай түсті екен айтпайсың ба? Саламыз. Сондай салатты ғой. Сондай салат. Саған осындай ойын ұнай ма, балам? Ойнайды. Бәрін саламыз, иә? Бұл ойын жаңағы баланың ұсақ моторикасын дамытады осылай. Мынау кәдімгі жұмыртқаның несі, жұмыртқаның картоны. Осыған әртүрлі ойыншықтарын салып бала ойнайды. Бұл ұсақ моториканы дамытады, әрі жаңа балалармен осылай түсті айырып ойнатуға болады. Бала жалпы негізгі 4 түсті сары, жасыл, қызыл, көк түсті білу керек. Сонымен қатар ақ, қара түсті білу керек. Ақ пен қараны кішкене біз шатастырып алып жатырмыз, ал қалған түстердің барлығын білеміз. Бұны бір қатарға салып ойнасақ та болады. Балам, бір қатарға салайықшы, бір қатарға саламыз. Қызылды қызылға, сарыны сарыға саламыз. Мақұл? Балам, кеш бір қатарға салайықшы, бір қатарға саламыз. Бір, сарыны сары. Қарамына бір қатарда сары түс болсыншы. Балам, бір қатарда сары түс болсыншы. Оны неге онда қойып жатсың? Өзі ойнайды, салат, алады. Бір қатарға салайық та, балапан. Бір қатарға салдыртып ойнасаңыздар да болады. Қазір салғысы келмей жатыр, бірақ бағана өздеріңіз көргеніңізде мынақа сарыларды жинап алғанда, мына жаққа көктерді қойып келе жатыр, мыналарды қойып кеткен. Бір қатарға салып ойнап көрейікші. Шақан? Бір қатарға салып ойнаймыз ба? Келе ғой. Мынау магнетиктерден бұрын біз не құрастыратынбыз, фигуралар құрастыратынбыз. Бір-біріне жапсады, өте жақсы мынау. Бала дамытатын көптеген дүкендерде сатады. Дөңгелек құрастырады, 3 бұрыш, 4 бұрыш рас екен. Құрастырады, өз құрастыра беретін. Қалай құрастыратын алдыңғы қаласы алдыңғы видеоларда көрсететін боламын. Сол себепті егерде баламен даму қызықты болса, баланың ойын түрлері қызықты болса, арнама жазыла аласыздар. Бұл ойын түрі жалпы 3 жас пен 4 жас аралығына арналады. Сол себепті де арнама жазылыңыздар. Алдағы уақытта қызықты видеоларды күтіңіздер. Міндетті түрде арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге рахмет.